Сәлем достар, сіздермен бірге Нозитовка арнасы. Бүгінгі видео бізде асыранды қыздың екінші бөлімі болатын болады. Мен көп жоғалып кеттім, яғни көп видео салмай кеттім. Оның бір себебі менің қолым босамады, және біз уже екінші тоқсан аяқталуымен құттықтаймын, және алдағы келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Жарайды достар, мен көп сөйлеп кеттім, видеомызды басайық. Сіздер лайктарыңыз басып, достарыңызбен бөлісуді және тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сериалында тұрайын. Бүгін қандай киім кисем болады? Ойланып тұрмын ше. Так. Мына киімді киейін, өте әдемі жарасып тұр ше. Өте күшті болып тұр. Зато күшті болып тұр да ма? Тоқтай тұр. Менің очким вообще-то қайда? Мен қайда қойып едім? Жарайды, қазір мен Айкөркемнен сұрап көрейін. Так, телефоным қайда? Мен телефонымды алайыншы. Мүмкін, может быть, Көркем алған шығар. Ол қыздан бәрін күтуге болады ғой. Қазір сөйлесіп келейін мен онымен. Немесе Айкөркем бол, тез торықынан түске шейін ұйықтайтын болғансың ба? Анашым, не болды тағы? Сразу ұрсып басадыңыз ғой, сіз онда емес едіңіз. Или бір нәрсені жоғалтып алдыңыз. Қызым, мен очкин жоғалтып алдым, тауып берші ма, пожалуйста. Сен алдың ба? Жоқ, анашым, мен алған жоқпын. Мүмкін ана асыранды қыз алған шығар, ол қыздан бәрін күтуге болады. Одан сұрап көректе, оятып алыңыз. Мен ұрлаған жоқпын, сіз мені жақсы білесіз ғой. Жарайды қызым, қане оятайын, сен оң жаққа бар, е? Мен оның көкесін танытамын бар ғой. Жарайды анашым, мен киімімді ауыстырып алайын. Так, қане, Көркем бол, тез тұр. Жарайды. Қане, мен қандай киім кисем болады? Мына киімді киейін, өте әдемі жарасып тұр маған. Так, чемоданымды қоя салайын, телефонымды алайын мұн жерден. Жарайды. Бара ғой қызым. Жарайды анашы. Көркем, тез бол, тұр. Ой, кім бұл тағы? Ой, анашым, не болды? Таң атпай оятты. Бір нәрсе болып қалды ма? Айта беріңіз. Ай, Көркем, мен немді алдым ба? Очкимді? Жоқ, мен алған жоқпын. Еш нәрсеңізге де жолған жоқпын, анашым, мен шын айтып тұрмын. Ой, өтірік айтпашы, Көркем, мен кеше ана подружкаммен сөйлесіп жатқансың, соны мен естіп жатырмын, ұйықтасам да ше. Содан очки туралы айтып жатын анам туралы. Жоқ, мен ол туралы, мен подружкам сөйлескенім рас, бірақ мен ана не туралы айтқан жоқпын, очки туралы. Қызым менің өтірік айтпайды, менің қызымның сөзін бөле берме. Менің сөзімге бөле бермеңізші. Ол не үшін тұрсын ба, қызым? Жоқ, мен алған жоқпын, ол очки башы айтқан жоқпын, сатып тастаймын деп айтқан жоқпын. Қызыңыз өтірік айтады, анашым, маған сенің іші. Сен менің ұрлағаныма, вообще мен дәлелің жоқ, тіпті вообще дәлеліңде жоқ қой сенің. Қалай айтып тұрсың сен үй алмай? Кетші бар әрі, сен мен өтірік деп тұрсың ба? Қыздар бол, тынышталамыз. Қызым өтірік айтпай керсен. Жоқ. Жарайды, сіздер сенбей ақ қойыңыздар, ну ладно. Маған бәрібір. Жарайды. Менің сумкамды қараңыздар. Масқара, менің телефоным, очки неғып жүр бұл сумкада, мен салған жоқпын. Өтірік айтпашы, мені өз көзімізбен көріп тұр қой. Сен алғасың, значит, сен сумкаңа салып қойдың. Бұл өтірік емес, менің көзім шын көреді вообще. Сен олай вообще айтпа маған. Сонда мен жарайды. Ұрлағанымды көріп тұрсыздар, бірақ мен шын айтамын, ұрлаған жоқпын. Жарайды. Анашым, көрдік қой барлығын. Бұл қыз өтірікші және ұрлықшы. Барлықтарыңызда ие болыңызшы. Тағында бір затымыз ұрласа, сізден көреміз, түсінің бе? Және бұның сумкасынан алуқ жүрекші бар ғой. Сап-сасық бар ғой. Онында завтрак ішеміз ба, бір нәрсе істейміз, әйтеуір бір нәрсе істейікші бар ғой. Ну ладно, қызым. Спокойся ет, сабыр ет. Барлығы жақсы болады. Жарайды, қызым. Бар.
ой тойтын деп кеттім. Короче, бар, сен завтрак дайында бізге, және сен қазір бізбен бірге завтрак ішпейсің, себебі мынадан кейін завтрак ішпейтіндей болдың. Ха-ха-ха, молодец, анашым, жарайсыз, керемет жасадыңыз ғой. Ана қыз обал болча, бірақ жаным ашып тұр. Ей қыз, мен вообще менің ұрлады деп айта алмайсың. Және де қандай ойым бар вообще? Бұл үйде вообще камера бар ма? Камера жоқ, айналайын, шырағым, камера жоқ. Камера бұрын болған, бірақ біз оны алдыртып тастадық, ренжіме. Сондықтан сен вообще дәлелдей алмайсың, мен қызымды беске білемін. Қызым үнемі шындықты айтады, және барлығын өз құлағым, және құлағы керең емес, құлағы жақсы естиді. Және де бір тапсырма бар саған негізі. Қазір сен бізде завтрак дайында, және біздің қарнымыз аш. Енді бар ғой, сені мұндай қыз деп ойламадым ше, бірақ мен сенімен негізі дос болғым келген. Я, қызым негізі дұрыс айтады, менің қызым вообще ақкөңіл, мейірімді қыз ғой негізі. Жарайды, мен істеймін барлығын. Бәсе сөйт, молодец, круто. Айтуға күшті, керемет не. Жарайсың, молодец, жарайды. Не айтамыз енді? Менің вообще айтуға сөзім қалмады. Жарайды, анашым, мен мынандай сасық сумкадан Аллах жүрек жанашым бар ғой. Әйтпесе кәдімгідей сасықтың иісі шығады. Я, қызым, дұрыс айтасың. Сасық иісін вообще аулақ болу керек. Әйтпесе менде вообще сумкам менің жап-жаңа, және де мен кеше ғана сатып алдым, новый. Өтірік айтпашы, может қойсаң, өтірік айтқан шығар сатып жіберу үшін. Мұндай алаяқтар бар ғой, негізі бар ғой, шын өмірде. Негізі бар ғой, мен вообще новый, және де мен 5 жыл бойы сатып алып жүрмін. Ой, не деп кеттім, мен құрсын. Мұндай адамға вообще ақыл айтуға ұяласың ше. Одан сайын құсым келіп жатыр, анашым. Кетекші болатын бар ғой, кухняға барып әңгіме айтайық, либо завтрак ішейікші. Тез дайындаш бар ғой. Мен жүр қызым, сенің несен келіп тұрмаса.